Саламатсыңдар ма балалар? 75-ші сабақ. 5-ші мысал, өрнектер құр және олардың мәнін тап. Үлгі көрсетілген үлгі бойынша шығаратын боламыз. Бұл жерде балалар 5 көбейтілген 3 үлгі бойынша 5-ті өз-өзіне 3 рет қосатын боламыз. Яғни 5 қосылған 5 қосылған 5 тең 15. Өз-өзіне қоссақ 15 шығады. 15-ті 3-ке бөлеміз, тең 5-ке. 15-ті 5-ке бөлеміз, тең 3-ке. Дәл сол сияқты 4-ті 3-ке көбейтеміз. 4 қосылған 4 қосылған 4 тең 12. 12-ні 3-ке бөлеміз, 4. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Осылай көшіріп жазып аласыздар. 6-шы есеп, есептемей-ақ салыстыр дейді. Бұл жерде көбейту амалдары болғандықтан теңдіктің оң жағында, сол жағында тек көбейткіштерді, яғни сандарды салыстырамыз. 3 пен 3, 7 мен 7 тең болғандықтан тең болады. Келесі 6 мен 6 тең, 3 пен 5 салыстырамыз. 5 үлкен болғандықтан 6 көбейту 5 жағы үлкен болады. Бұл жерде 3 пен 2-ні салыстырамыз. Сонда 3 үлкен болғандықтан 8 көбейтілген 3 жағы үлкен болады. Теңдіктің екі бетінде де 3 болғандықтан біз 5 пен 4-ті салыстырамыз. 5 үлкен болғандықтан 3 көбейтілген 5 жағы үлкен болады. 7-ші есеп амалдарды орында. Бұл жерде екі жолмен шығаруға болады. Қазір мен метрді дециметрге айналдырып шығаратын жолын көрсететін болам. 5 метрде 50 дециметр бар, 8 метрде 80 дециметр бар. 50 дециметрге 6 дециметрді қосамыз, 56. 56-ға 89 дециметрді қоссақ, 145 дециметр шығады. Жауабы 145 дециметр. 7 тәулік 9 сағат азайтылған 5 тәулік 22 сағат. 9 сағаттан 22 сағат азайтылмағандықтан біз 7 тәуліктегі 1 тәулікті сағатқа айналдырамыз. Сонда 6 тәулік 24 сағат болады. 24 сағатқа біз 9 сағатты қосамыз, 6 тәулік 33 сағат шығады. 6 тәуліктен 5 тәулікті азайтамыз, 1 тәулік, 33 сағаттан 22 сағатты азайтамыз, 11 сағат. Сонда жауабы 1 тәулік 11 сағат. 8-ші есеп. Бос ұяшықтың орнына тиісті санды қой дейді. 7 көбейтілген 3, яғни 7-ні өз-өзіне 3 рет қосамыз. 21 шығады. 21-ді 3-ке бөлеміз, 7 шығады. Келесі 7-ге бөлгенде 3 шығу керек, ол 21. 21 7-ге бөлеміз, 3 шығады. 9-ды 2-ге көбейтеміз. Бұл дегеніміз 9 қосылған 9 тең 18. 18-ді 2-ге бөлеміз, 9. 18-ді 9-ға бөлеміз, 2. 9-шы есеп ойлан тап. Сандар арқылы жасырылған мақалды оқы. Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіндінің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Мысалы 6 саны 2 мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Кестеден осы көбейтіндінің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз дейді. Бірінші 6 тұр. 6 дегеніміз ол 2-ні 3-ке көбейтесін. Екі жердегі 3-ім 6, екеуінің қиылысуында е әрпі тұр. Дәл сол сияқты екі жердегі 1-ім 2 ыңға тең, екі жердегі 2-ім 4 б-ға тең, екі жердегі 4-ім 8 к-ға тең, екі жердегі 5-ім 10 ж-ға тең. Демек сөз құрастырған кезде еңбек бәрін жеңбек деген мақал шығады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.